Бұл оқиға Голливудта көлік апатына түскен актриса Анна Хейдж туралы. Ол көлігімен үйге соғылып, ауыр жарақат алады. Жедел жәрдем қызметкерлері оны науқас төсегіне жатқызып, үстін толықтай жауып тастайды. Мұндай әрекет көбінесе адам қайтыс болған кезде жасалады. Бірақ ең қорқыныштысы, Анна қаптың ішінен кенеттен қозғалып шығуға тырысады. Бірақ медиктер оған ешқандай көмек көрсеткен жоқ. Оның орнына олар оны күштеп жатқызып, жедел жәрдем көлігіне салады. Осы сәттің видеосы интернетте таралып, үлкен талқылау тудыруда. Себебі көптеген медициналық қызметкерлер мұндай жағдайдың қалыпты еместігін айтты. Әдетте тірі адамға ең бірінші көмек көрсетіледі. Ал бұл жерде керісінше әрекет жасалды. Медиктер адамның тірі не өлі екенін ажырата алмайтындай қарапайым адамдар емес. Олар нақты не істеп жатқанын біледі. Бұл жағдайда олар Аннаның тірі екенін білсе де, оған ешқандай медициналық көмек көрсетпеді. Тағы бір қызық жайт. Оқиға орнында тым көп өрт сөндіру машиналары болды. Бірақ олардың көбі қолданылған жоқ. Көбісі жолды жауып тұрды. Сондай-ақ бір ғана жедел жәрдем көлігі болды. Ал полиция мүлде байқалмады. Бұл өте күмәнді жағдай. Себебі мұндай апаттарда әдетте барлық қызметтер бірден келеді. Ресми есептерде Аннаның беті қатты күйіп кеткендіктен оны тану мүмкін болмады деп айтылды. Бірақ видеода біз анық көре аламыз. Оның беті ешқандай күймеген, тек денесінің төменгі бөлігі жарақат алған. Сонда олар неге өтірік айтты? Анна ауруханада бірнеше күн жансақтау бөлімінде жатты. Кейін оның жағдайы тұрақтанып, реанимациядан қарапайым палатаға ауыстырылды. Бірақ кенеттен оның жағдайы нашарлап, 6 күннен кейін қайтыс болды. Ресми өлім себебі түтіннен улану және қатты жарақаттар. Бұл жағдай кездейсоқ апат па әлде біреудің ұйымдастырғаны ма? Әлі де белгісіз. Жапониядағы 20 жастағы студент пен такси жүргізушісі. Кешке қарай Хиросима қаласында 20 жастағы студент такси тоқтатады. Жүргізуші біраз ойланғанмен ақыры оны көлігіне отырғызады. Студенттің жанында үлкен саяхат сөмкесі болды, бірақ ол оны багажға сала алмады. Жүргізуші көмектесуге келгенде сөмке өте ауыр әрі жылы екенін байқалды. Жүргізуші қобалжи бастады. Жолда таксидің радиосынан шұғыл жаңалықтар берілді. Хиросимада бір жас қыз сағат 17:00-де жоғалып кетті деп хабарлады. Дәл сол сәтте такси жүргізушісі багаждан әлсіз дыбыс шыққанын естиді. Ол алаңдай бастады, бірақ ештеңе білдірмеуге тырысты. Жапонияда такси жүргізушілерінде арнайы SOS түймесі бар. Егер олар қауіп сезінсе, бұл түймені басу арқылы көлігінің үстінде көмектесіңіз деген белгі жанады. Бірақ бұл түймені негізсіз басса, жүргізуші жұмыстан шығарылады, немесе үлкен айыппұл төлейді. Сондықтан ол түймені басуға қорықты. Ол басқа жолмен полиция учаскесіне баруды ойлады. Бірақ ол жол артта отырған адамға күмәнді болады деп тіке жүре берді. Көлік бағдаршамға тоқтағанда багаждан әлсіз дыбыстар тағы да естілді. Кенеттен іштен қыздың айқайы шығып, көмек сұрай бастады. Жүргізуші жігітке қарап, сіздің сөмкеңізде адам бар ма? деп сұрады. Жігіт болса кенеттен, мен осы жерден түсемін, тоқтаңыз деді де есікті ашып қашып кетпек болды. Алайда 60 жастағы жүргізуші жас жігітті қуып жетіп, оны ұстап алып қайта көлікке отырғызды. Ол қатты айқайлап адамдардан көмек сұрады. Жанындағы адамдар көліктің багажын ашқанда ішінен 12 жасар қыз шықты. Ол қатты шошынып қалған, бірақ тірі екен. Тергеу кезінде студенттің аты жөні Томохиро Кадама екені анықталды. Ол жасөспірім қыздарға арналған анимелерге өте әуес болған. Ол жоғалып кеткен қызды мектептен кейін жолдан ұстап алып, пышақпен қорқытып, үлкен сөмкесіне салып, өзімен бірге алып кетпек болған. Оның мақсаты қызды қонақ үйге апару еді. Ең қызығы, таксиде радиодан берілген жаңалық бұл қыз туралы емес еді. Сол күні Хиросимада тағы бір жас қыз жоғалып кеткен. Томохиро сотталды, бірақ ол небәрі 3 жыл түрмеде отырып, үлкен айыппұл төлеумен құтылды. Ол қазір қайда екені белгісіз. Жапонияда осындай күмәнді адамдар өте көп. Әсіресе жалғыз саяхаттап жүрген қыздарды жиі аңдиды. Колорадо штатындағы бір шағын қалада Брайан Коэн деген жігіт өмір сүреді. Бір күні көлігімен өзенге түсіп кетеді. Бірақ көлігі толық батпай аман қалады. Брайан сол кезде ата-анасы мен полицияға хабарласып көмек сұрайды. Бірақ оның көлігі өзенге қалай түсті? Бұл жай ғана жол апаты ма әлде біреудің қастандығы ма?
Уоррен Браун Колорадо штатындағы осы қалада тұратын үйсіз адам еді. Бірақ ол қаңғыған адам емес, керісінше еңбекқор болатын. Ол аптасына 7 күн жұмыс істейтін. Ешқашан жұмыстан қалмайды. Жергілікті тұрғындар оны жақсы көретін. Тіпті дүкен иесі оған оқитын кітаптар беретін. Өкінішке қарай оның жалақысы баспана жалдауға жетпегендіктен ол көшеде өмір сүретін. Көлік өзенге құлаған күні Брайан Коэннің әкесі ұлының көлігінен бір зат тауып алады. Ол Уоррен Браунның әмияны болып шығады. Бұл күдікті жағдай еді. Полиция Брайанның көлігін тексерген кезде көлігінің бамперінен қан іздерін көреді. Ал Брайаннан сұраған кезде ол жарақат алмағанын айтады. Келесі күні ата-анасы Брайанның бөлмесін қарап, пакетке оранған адамның басы мен қолын тауып алады. Әкесі шұғыл түрде полиция шақыртады. Бұл шынымен де қорқынышты жағдай. Полиция келгенде Брайан суыққанды түрде олармен сөйлесіп тұрады. Ата-анаң бөлмеңнен қандай зат тауып алды дегенде Брайан міз қақпастан саспай адамның басы мен қолы деп жауап береді. Кейіннен ол Уоррен Браунды өлтіргенін мойындайды. Бір қызығы, қылмыскер ретінде полиция қызметкерлері оның қолын тұтқындамай, жол бойы онымен сыпайы түрде сөйлесіп барады. Брайанның айтуы бойынша, ол сол күні өте нашар көңіл күйде болған. Көлігімен кетіп бара жатқанда көпір астында ұйықтап жатқан Уорренді көріп, кенеттен оны өлтіргісі келген. Брайан Уорреннің аяусыздан басын кесіп алып, денесінің бөліктерін өзенге лақтыруға тырысады. Бірақ еш айғақ жоқ деп ойлап кетіп қалады. Ол үйіне барып, киімін 2 рет жуады. Қолғап кигенде 2 қолғап киіп, қылмысты барынша жасыруға тырысқан. Алайда үйіне келгенде қолғабының тесілгенін көріп, қол іздері қалғанын байқайды. Ол оқиға орнына қайта барып, тезірек денені өзенге лақтыруға талпынады. Кейбір дене бөліктерін өзенге лақтырады, бірақ басы мен қолын лақтырамын деп көлігіне отыра бергенде көлікті басқара алмай, дәл осы кезде оның көлігі өзенге түсіп кетеді. Ата-анасының айтуынша, Брайан бала кезінен ерекше қараңғы нәрселерге қызығатын. Ол сериялық кісі өлтірушілер туралы көп оқыған, қылмыстық істерді зерттеген. Оның тіпті қылмыс жасауға арналған арнайы заттары болған. Арқан, пышақтар, қаптар. Осыған байланысты неше түрлі дәрілер қабылдап жүретін дейді. Бірақ анасынан баласының дәрілерін ішкенін көрдіңіз бе дегенде, ол жоқ деп жауап берген. Полиция қызметкері одан Уоррен соңғы құрбан ба деп сұрайды. Бірақ оның телефонындағы тізімде бірінші Уоррен деп тұрады. Сот барысында Брайан өзін ақтау үшін ақыл есі дұрыс емес деген дәлелді қолдануға тырысады. Ол 15 жыл отыратын шығармын деп ойлайды. Бірақ сот оны кінәлі деп тауып, өмір бойы түрме жазасына кеседі. Оның ата-анасы полицияға ұстап беріп көптеген адамның өмірін сақтап қалды. Ал Уоррен үшін жергілікті тұрғындар оны қатты жақсы көргендіктен оған арнап ескерткіш орнатты. Бұл қарапайым мүсін емес, кітаптардан жасалған ескерткіш. Өйткені Уоррен кітап оқуды қатты ұнататын. Міне достар, күдік пен қорқынышқа толы бүгінгі шығарылым да өз соңына жетті. Егер бейнеролик ұнаса, лүпіл басып достарыңызбен бөлісе отырыңыз. Қызықты деректерді жіберіп алмас үшін арнаға тіркеліп алыңыз. Келесі шығарылымда кездескенше сіздермен болған Асия.